Армысыз ардақты ағайын, бүгінгі күні қазақ өзінің тарихын әбден ұмытқан халық екенін әрине мойындауымыз қажет. Бұның бірден-бір дәлелі, қазақ халқы атақты Шыңғыс ханның мұрагері десек, кәдімгідей күліп, мұны ертегі ретінде қабылдайтындар арамызда аз емес. Бірақ бұл шын екенін дәлелдеу әрине өте оңай, себебі қазақ халқының тарихы Шыңғыс ханның тарихымен тікелей байланысты. Мысалы, қазақ мемлекетінің негізін қалаған Керей мен Жәнібек деген кім? Егер қазақ бұны білсе, жаңағы өз тарихына өзі ыржалақтайтын қазақ қалмас еді. Біздің бүгінгі мектепте Керей мен Жәнібектің кім екенін айтпайтын секілді. Шын мәнінде бұл екі адам өте керемет тұлға болғанын әр қазақ әрине білуі қажет. Сондықтан да мен бүгін осы Керей мен Жәнібек деген кім, олардың тегі қандай деген сұрақтарға жауап беремін. Себебі Керей мен Жәнібектің кім екенін білген қазақ біздің шын мәнінде Шыңғыс ханның тікелей мұрагер екенімізді оп-оңай түсінеді. Ендеше бастайық. Ең басында құрметті көрермен, сіздерге айтарым, осы видеоны барынша таратып, тіпті өз балаларыңызға көрсетіңіздер. Себебі мен беретін мәліметті ешқандай мектепте ешбір тарих мұғалімі айтпайды. Сонымен Керей мен Жәнібек деген кім? Қазіргі таңда Керей мен Жәнібектің шыққан тегі туралы тарихшылардың арасында екі версия бар. Бірінші вариант бойынша Керей мен Жәнібек Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошының тұңғыш баласы Орда еженнен тарайды. Бұл версияның авторы 15 ғасырда өмір сүрген белгілі тарихшы ғалым Муин ад-Дин Натанзи. Натанзи атақты Темірланның немересі Ескендірдің тарихшысы болған, және де сол Ескендірдің бұйрығы бойынша Мұнтақап ат-Тауарих-и Муини деген еңбегін жазып кеткен. Міне осы еңбегінде Натанзи Керей мен Жәнібектің тікелей атасы, өз кезінде Ақ Орда мен Алтын Орданың билеушісі болған Орыс ханды Орда еженнің ұрпағы ретінде ашық атайды. Қазіргі күні бұл кітаптың оригиналы Францияның ұлттық кітапханасында сақтаулы. Екінші вариант бойынша Керей мен Жәнібек Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошының 13-ші баласы Тоқа Темірден тарайды. Бұл варианттың авторы 17-ші ғасырда Ауғанстанда өмір сүрген белгілі ғалым Махмуд ибн Уали. Махмуд ибн Уали 1634-1640 жылдары Бахр аль-Асрар деп аталатын үлкен кітап жазады. Бұл кітапта негізінен тарих қана емес, сонымен қатар астрономия, география бойынша да мәліметтер беріледі. Міне осы кітапта Махмуд бен Уали Керей мен Жәнібектің атасы Орыс ханды Тоқа Темірдің ұрпағы деп атайды. Осы екі варианттың қайсысы дұрыс екені қазақ үшін әрине маңызды емес. Себебі ең бастысы бүкіл тарихшы Керей мен Жәнібектің тікелей Шыңғыс ханның ұрпағы екенін, соның ішінде Шыңғыс ханның ең үлкен ұлы Жошының ұрпағы екенін мойындап отыр. Ал Жошының қай ұлынан Керей мен Жәнібек тарап отыр, ол маңызды емес. Себебі ең бастысы Керей мен Жәнібек Шыңғыс ханның, соның ішінде Жошының ұрпағы екенін білу керек. Яғни қазақ мемлекетінің негізін қалаған Керей мен Жәнібек күллі дүниені дүр сілкіндірген Шыңғыс ханның тікелей ұрпағы. Бұл тарихи факт. Ал енді Керей мен Жәнібекке бөлек-бөлек тоқтала кетейін. Қазақ мемлекетінің негізін қалаушы екі адамның бірі болған Керей туралы мәліметтерді көптеген тарихи жазба деректерден кездестіруге болады. Мысалы, 16 ғасырдың басында жазылған Тауарих Гузида ин Нусратнамы деген кітапта Керейдің шын есімі Ахмет Керей деп көрсетілген. Араб тілінен аударғанда бұл есім Алла тағалаға шүкір етуші деген мағынаны білдіреді. Яғни осыдан ақ Керейдің мұсылман болғанын аңғаруға болады. Және де сол тарихи деректерге қарасақ, Керей шамамен 1425 жылы туылған екен.
және де ол өте керемет ықпалды отбасында дүниеге келді. Мысалы, Керейдің атасы Тоқтақия Орыс ханның үлкен ұлы болған. Және де әкесі қаза тапқаннан кейін 1376-1377 жылдары Тоқтақия Ақ Орда мемлекетінің ханы болған. Тоқтақия жазба деректерге қарасақ өте керемет қолбасшы болған екен. Мысалы, Тоқтақия Алтын Орданың ханы болған Тоқтамыш және оның одақтасы атақты Ақсақ Темірдің өзін бірнеше рет жеңіп, Ақ Орданың тәуелсіздігін сақтап қалады. Алайда сол кездегі шайқастардың бірінде Тоқтақия ерлікпен қаза табады. Ал енді Керейдің өз әкесіне келетін болсақ, оның есімі Болат және де ол Керей руының билеушісі болған екен. Болат сұлтан да өзінің ғұмырын Ақ Орданың тәуелсіздік үшін күреске арнап, ақыры 1455 жылы шайқастардың бірінде қаза табады. Міне, жоғарыдағы мәліметтерге қарасақ, Керей негізінен Ақ Орданы басқарған әулеттің өкілі және оның ата-бабасы осы Ақ Орданың тәуелсіздік үшін жанын берген адамдар. Керейдің өзіне келетін болсақ, әкесі қаза тапқаннан кейін оны нағашылары алып кетіп, Керейдің балалық шағы Іле өзенінің бойындағы Ілебалық деген мекенде өтеді. Кейін ер жеткен Керей туған даласына оралып, оңтүстіктегі Сайрам деген үлкен қаланың басшысы болып тағайындалады. Яғни Қазақ хандығының негізін қалаушы Керей текті жерден шығып, Ақ Орданы басқарған адамдардың тікелей ұрпағы болды. Сондықтан да ол айдаладағы Сібірден келген Әбілқайырдың Ақ Орданы басып алғанын құптамай, өз атамекенінің тәуелсіздігі үшін күресті. Және де ақырында Әбілқайырдың түбіне жетіп, кейін Ақ Орданың территориясында Қазақ хандығын құрған екі адамның бірі. Қазақ Ордасын құрып, кейін сол Қазақ Ордасының ханы атанған Керей шамамен 1473 жылы Моғолстанмен болған шайқастардың бірінде қаза тауып, киелі Хантау жерінде жерленді деген болжам бар. Міне, Керей деген осындай адам. Ал енді Қазақ хандығының негізін қалаған екінші адам Жәнібек туралы әңгіме қозғайық. Муиз ал-Ансап деген дерек көзге қарасақ, Жәнібектің шын есімі Абу Саид Жәнібек деп аталған екен. Және де бұл факті де Жәнібектің мұсылман болғанын дәлелдейді. Жәнібек те әрине өте керемет әулеттен шыққан. Оның атасы Құйыршық, атақты Орыс ханның ең кенже баласы, яғни Шаңырақтың иесі болған. Ағасы Темір Мелік қаза тапқаннан кейін Құйыршық 1379 жылы Ақ Орданың ханы болып жарияланады. Және де Ақ Орданың тәуелсіздігі мен тұтастығын сақтап қалу үшін Алтын Орданың ханы Тоқтамышпен және Ноғай Ордасының билеушісі атақты Едігемен бірнеше рет соғысады. 1395 жылы Құйыршық тіпті жеңіске қол жеткізіп, Алтын Орданың тағына да отырады. Яғни Құйыршық Ақ Орда мен Алтын Орданың басын біріктірген адамдардың бірі. Алайда сол 1395 жылы сатқындықтың арқасында Құйыршық Едігенің қолынан қаза табады. Жәнібектің әкесіне келсек, оның есімі Барақ. Барақ өте батыл және батыр адам болған. 1422 жылы ол күллі Алтын Орданың тағын иемденіп алып, 7 жыл бойы Тоқтамыш пен Едігенің ұрпағымен алысып өтеді. Сонымен қатар Ақ Орданың жеріне көз тіккен Қазан хандығы мен Қырым хандығына да бой бермей шайқасады. Бірнеше рет Барақ атақты Самарқан патшасы белгілі ғалым Ұлықбекпен де соғысады. Ақыры осыншама қарсыластармен соғысқан Барақтың күші таусылып, 1428 жылы ол қаза табады. Әкесі қаза тапқан кезде Жәнібек бар болғаны 1 жасқа да толмаған нәресте еді. Және де Барақ ханның серіктері ханның жалғыз ұлын сақтап қалу үшін Жәнібекті Іле өзенінің бойындағы Ілебалыққа алып кетеді. Міне сол жерде Жәнібек өзінің туысқан ағасы Кереймен танысып, балалық шағын бірге өткізеді.
Кейін ер жеткен Жәнібек те елге қайтып, Сырдария бойындағы ұлыстың бірінде билік етеді. Әрине Жәнібек өзінің атамекені Ақ Орданың тағында айдаладағы Сібірден келген Әбілқайыр отырғанына қарсы болып, 1465 жылы Керей ағасымен бірге бөлініп кетеді де Қазақ хандығының негізін қалайды. Керей қайтыс болғаннан кейін Қазақ хандығын тура осы Жәнібек басқарып, шамамен 1480 жылға дейін Қазақтың ханы болады. Кейін қайтыс болған Жәнібек хан қазіргі Ақмола облысындағы Жәнібек Шалқар көлінің маңында жерленді деген болжам бар. Міне, Қазақ хандығының негізін қалаған Керей мен Жәнібек осындай керемет текті азамат болған. Олар Шыңғыс ханның, соның ішінде Жошының ұрпағы болғанын әрбір қазақтың баласы біліп жүру керек. Міне біздің тарих, міне біздің Шыңғыс ханмен тікелей байланысымыз. Себебі қазақтың негізін қалаған Керей мен Жәнібек тікелей Шыңғыс ханның ұрпағы. Осындай тарихымызды білу керекпіз. Осындай батырларымызбен қазақ халқы мақтану керек, ағайын.